Сабағымызды жалғастырамыз. Негізгі бөлімнің сабағын бастаймыз. Бұл сабағымыздың атауы психологиялық типті анықтау. Бұл бөлімде біз өзіміздің психологиялық типімізді, психологиялық портретімізді және де мықты, әлсіз тұстарымызды анықтайтын боламыз. Әрбір психологиялық типке анықтама беретін боламын және де психологиялық типке қандай мамандықтар сай осының тізімін ала алатын боласыңдар және де өз-өзімізге анализ жасайтын боламыз. Жалпы барлық адамда мықты және әлсіз тұстар болады. Біз адам өзінің әлсіз және мықты тұстарын біліп тұрса, оған өмірде барлық сферада оңай болады екен. Жұмыс істеген кезде де, жалпы өмірде де оған барлық нәрсе оңайға түсіп жатады екен. Өйткені ол біліп тұр, өзінің мықты тұсы қандай, әлсіз тұстары қандай екенін. Ал енді біз мықты тұсымызды бірінші приоритетке қояды екенбіз. Яғни приоритетке қойып, ары қарай оны дамытып жіберсек, біз ұтады екенбіз, сол өзімізге тиімді болады екен. Ал әлсіз тұсымызды не істейміз? Біз оны бірінші приоритетке қоймаймыз, оны делегировать етеміз. Яғни қолымыздан келмейтін істі не істеу керек екенбіз? Делегировать етуіміз керек екен. Әлсіз тұсымызды дамытуға да болады, дамытпайды емес. Бірінші мықты тұсты ғана дамытып жіберіп болғаннан кейін ғана әлсіз тұсымызға көңіл бөлеміз. Өйткені бірден әлсіз тұсымызға қарай біз ауытқитын болсақ, ол бізге өте ауыр түсетін болады, барлық энергияны жұмсауымыз керек болады. Түсінікті ғой? Енді мысалға бір мысал келтірейін. Сен бір компанияда ұйымдастырушысың деліге. Ұйымдастыру, жобалау ол сенің қолынан жақсы келеді. Ал сол бір іс-шараға, сен ұйымдастырып жатқан іс-шараға адамдарды бір келтіруге көндіру, сұхбат жүргізу, ол сенің қолынан келмеуі мүмкін. Ал ол сенің досыңның тілі майда, жаңағыдай адамдарды тез көндіре алатын қабілеті болса, сен соны өзіңнің досыңа тапсырасың. Енді біз психологиялық типімізді анықтауда мынандай терминдер, мынандай ұғымдарға тоқталамыз. Экстраверт және интроверт деген ұғымдар бар. Нақты өзінің қандай типке жататынын білетін адамдар бар. Нақты білемін деген адамдардың өздері де шатасып жатады. Экстравертпін деп жүріп, ол интроверт болып шығуы мүмкін. Және де көп адамдар интроверт жаман ұғым, экстраверт жақсы деген ұғымға да тоқталып жатады. Олай емес, әрбір типтің өзінің плюс минустары болады екен. Адам өзіне адал болғанда ғана бұл нақты өзінің типін анықтай алады. Енді экстраверттерге қандай қасиеттер тән екен? Қазір өздеріңе барлығын айтып өтетін боламын. Осы арқылы өздеріңді анықтасаңдар болады. Экстраверттерге тән қасиеттер. Экстраверттердің фокусы ішке емес, сыртқы әлемге бағытталып тұрады екен. Яғни ол өзінен гөрі өзгені зерттегенді, өзгелер туралы жаңағы пікір айтқанды жақсы көріп тұрады. Және де көп сөйлегенді ұнатады екен, шаршамайды, сөйлеуден энергия алады екен. Оның қай жерінде үтірі бар, қай жерінде қандай тыныс белгісі бар, білмей қаласың, тоқтамай сөйлей беруден қайтпайды. Және де көңіл көтеретін кештерде, сауық кештерінде, концерттерде өзін ол өте жақсы сезінеді, информацияны жинай бергенді ұнатады. Мысалға, бір ғана информацияны алып, оны терең түсінгеннен гөрі көбірек информацияны ала бергенді жақсы көреді екен. Алдымен әрекет етіп барып, сосын ойланады екен. Кез келген әрекетін сыртқы ортамен бөліскісі келіп отырады екен. Және де көпшілік алдында сөз сөйлегеннен қысылмайды. Міне, егер осындай экстраверттерге тән қасиеттер бойларында болса, онда сендер қорықпастан публикацияға жақын сондай мамандықтарды таңдай берулеріңе болады. Ал келесі бұл интроверттерге тән қасиеттер. Жаңа айттық, экстраверттерге сыртқы әлем маңызды болса, интроверттерге ішкі әлем маңызды екен. Ол өз-өзіне үңілгенді, өзімен жеке қалғанды ұнататындар екен.
бір алған информацияны егжей тегжейлі зерттеп, тереңіне түсіп, солай зерттегенді ұнатады. Және нақты сөйлейді, жақсы тыңдай алады, жалғыз өзі оңаша қалғаннан көбірек энергия алады екен, алдымен ойланып барып әрекет жасайды, араласатын ортасын кеңейтуге тырыспайды. Көпшілік ортаны мүлде ұнатпайды десек те болады. Сұрақтарменен бос әңгімені ұнатпайды, халық алдында өнер көрсетуден бас тартып, көпшілік жерден жалпы айтқанда қашып жүреді екен. Телефон шалуға тиімді екеніне қарамастан, ол хабарлама жазғанды жақсы көреді. Және де көп сөйлегенді ұната бермейді екен. Ал енді интроверт пен экстраверттің тағы да бір айырмашылығы, мысалға саяхаттадық деліге, екі адам саяхаттады. Экстраверт айтуы мүмкін, жаңағыдай биік-биік ғимараттар көрдім, мынандай жаңағыдай биік-биік ғимараттарды көрдім, зәулім сарайлар маған ұнады деп ол сипаттап беру мүмкін саяхатын. Ал интроверт қалай саяхаттайды? Ол жаңағы саяхатқа барған кезде мен не сезіндім, не ойлады, қандай ойлар келді, осылай бөліседі екен да, өзінің ішкі жаңағы ақпараттарымен. Және тағы да бірі, егер экстраверт пен интроверт депрессияға түсетін болса, экстраверттер ұзақ депрессияда жүрмейді екен. Олар және сол депрессиядан шығудың амалын көпшілік ортаға бару арқылы, досымен жаңағы қыдырып келу, жаңағыдай өзіне бір әдемі ұнайтын заттар сатып алу арқылы тезірек шығып кетеді екен. Ал интроверттер сәл ұзақ депрессияда жүріп қалуы мүмкін екен. Енді ішкі біздің темперамент. Ал енді психологиялық тип деген кезде біз неге мән береміз? Мінез құлқымызға, иә? Мінез құлқымыз біздің темпераменттеріміз екен. Ғалымдар осы экстраверттер мен интроверттерді темпераменттерге бөлген екен. Экстраверттерге сангвиник пенен холерик жатса, интроверттерге флегматик пенен меланхолик жатады екен. Ал сангвиник дегеніміз қандай тип? Ол үнемі қозғалыста жүретін, бір сөзбен айтқанда оптимист адам екен. Эмоциясы тез көтеріліп, тез басылады, ұнатқан ісін жылдан бастап кетіп, қайтадан одан тез суып қалуда мүмкін. Және өте шапшаң қимылдайды. Бұл типтегі адамдар бір уақытта бірнеше істі алып жүре алатын адамдар екен. Ал холериктер бұлар осыған сангвиниктерге ұқсас, бірақ өте қызба адамдар екен. Тез ашуланады, ұшқалақ, өз-өзін ұстаудан гөрі қызбалық, жаңағы эмоциясын тез шығарып көрсетіп қоятын адамдар екен. Айтып жатады ғой, ол адамның бәрі бетінен көрініп тұрады деп айтып жатады. Бұлар холериктер сондай адамдар екен. Ал интроверттерге тән флегматик пен меланхоликке келетін болсақ, флегматик адамдар өте байсалды, жаңағыдай көпшілікпен араласқанды қалай бермейтін, елдің пікіріне қарағанда ішкі жан дүниесіне үңілуді жөн көретін адамдар екен. Және флегматик адамды ашуландыру өте қиын болады. Ол өйткені байсалды, салмақты болады. Бір істі бірден алып кетпейді, ойланады, 8 рет өлшеп, 1 рет кес деген секілді адамдар ғой, былайша айтқан кезде. Және ол бір істі бастау үшін ұзақ уақыт ойланып жүреді екен. Адамдармен де бірден араласа кетпейді. Ал меланхоликтерде интровертке сай келеді, олар сәл нәрсеге сезімтал, өте жабық адамды айтады екен, тұйық адамдарды айтуға болады екен. Олар тез ренжиді екен, сәл көңілі түсіп кетсе, сол күйде ұзақ жүріп алады. Бірден шығып кетуі қиын. Бәрін ішіне сақтап, ойындағысын айта бермейтін, бөлісе бермейтін адамдар екен. Ал енді бұл интроверттер, экстраверттер ұғымды дегенді танысып алдық. Интроверттер қандай, экстраверттер қандай, және олардың темпераменттері арқылы да бөлінетіндігін білдік. Ендігі біздің білеу керек терминдеріміз бұл адамдар қоғамда, өмірде жалпы ақпаратты алуда, жинауда бірнеше ерекшеліктерге бөлінеді екен.
яғни сенсориктер мен интуиттер, рационал адамдар мен иррационал адамдар, логиктер мен этиктер деп бөлінеді екен. Сенсориктерге тоқталатын болсақ, олар дәл қазір не барын негізге алып, соңында ертеңгі күні не болатынын ойламайды. Яғни бұлар бірден әрекетке көшіп кетіп, салдарын кейіннен барып қана ойлап отыратын адамдар. Ал интуит дегеніміз бұл құбылыстардың жасырын мүмкіндіктеріне назар аударады. Мысалы, сенсориктер айсберг мұздығы бар ғой, соның көрініп тұрған бірінші үстіңгі бетіндегісіне қарап қана әрекет етуі мүмкін, ал интуиттер бұл тек көрінбеген, айсбергтің екінші бөлігі көрінбейді ғой. Сол секілді көрінбейтін жағына терең мән беретін адамдар екен интуиттер. Ал енді рационал, иррационал дегенде ұғымдар бар. Рационал адамдар өте тәртіпті, жүйелі жүретін, реттілікті жақсы көретін және оны жақсы сақтайтын адамдар екен. Миында да, үйінде де, жұмысында да қатаң тәртіп бар. Олардың үйлері шашылып жатпайды, тұрақтылыққа бейім, жай сөйлейді екен және нақты айтады екен, бір істі бітіріп барып, келесі іске көшеді. Жауапкершілігі өте мол. Мәселен, рационал адамдармен егер кездесу ұйымдастыратын болсаң, олар дәл уақытында келеді. Ешқандай да кешігу, жаңағыдай басқадай нелер болмайды, дәл уақытында келіп, айтылған уақытта отырады. Және оларға мысалға кездесу уақыты 5-те, мысалға сенбі күні сағат 5-те біз кездесеміз деп алдын ала ескертуді де қажеті жоқ. Олар барлығын уақытылы жасайтын адамдар екен. Ал иррационал адамдар осыған қарама-қарсы адамдар, иррационал адамдар бір уақытта бірнеше істі алып жүре алатын адамдар. Рационал адамдар тек бір істі бітіріп барып қана көшеді деп айттық қой. Ал иррационалдар бірнешеуін жасап жүре береді. Бір істі бастап қойып, ол келесі іске де көшіп кете береді. Олар тез өзгереді, көңіл күйі құбылмалы. Бір істі жасап жатса, көңіл күйі болмай қалған жағдайда ол тастап кетуі мүмкін. Және де рационал адамдар логикаға сүйенсе, иррационалдар интуицияға, яғни сезіміне көңіл бөледі екен, сезіміне сүйенеді екен. Иррационал адамдар шығармашылыққа бейім келеді. Импровизацияға шебер болады, тез сөйлейді, кез келген ситуациядан шығып кету жолдарын білетін адамдар екен. Және соңғы біздің білуі керек терминдеріміз бұл логик пенен этик екен. Логик адамдар өзі айтып тұрғандай логиканы сезімнен жоғары қоятын адамдар екен. Әдетте олар жеке адамдарға аса мән бермейді. Олар адамдардың арасында қарым-қатынасқа қарағанда объектілерге көбірек қызығушылық танытады екен. Мысалға, адалдық пен сыпайылық осы екеуінің біреуін таңдау керек болса, олар адалдықты таңдайды екен. Олар әлеуметтік қарым-қатынас құру дағдыларына қарағанда ұйымдастырушылық қабілеті дамыған. Өткен айттық қой, логик деп тұрмыз, логикаға салып ойланады. Ал келесі бұл этик. Этик дегеніміз сезімін, яғни интуициясын, сезімін логикадан жоғары қоятын адамдар екен. Әдетте олар жеке тұлғаға мән береді, объектілерге қарағанда адамдарға көбірек қызығушылық танытады екен. Олардың ұйымдастырушы қабілеттері жақсы дамыған болады. Басқа адамдармен тұжырымдамалармен келісіп, соған бейімделіп, олармен тез келісім жасап кетуге бейім болады екен. Ал енді логик, этик, иррационал, рационал, интроверт, экстраверт деген терминдерді неге айтып өттік, түсіндіріп өттік. Қазір біз мына профессияларға қарап, біз өз мамандығымызды таңдауға алғашқы қадам жасайтын боламыз. Біріншіден, бірнеше сендерге карталар беріледі. Әр картада міне экстраверт, иррационал, логик, интуит. Міне осы 4 ұғымның негізінде біріккен адамды біз ізденуші деп атайды екенбіз. Ізденуші типіне сай келеді. Демек, егер сендер өздеріңді экстравертке жатқызатын болсаңдар, рационал емес, иррационал адам болатын болсаңдар,
логик болсаңдар, интуит болсаңдар, осындағы мынау адамдардың қабілеттері берілген, сипаттамалары берілген, осыны оқи отырып, біз қандай мамандықтар бізге сай келеді екенін, осыны өзімізге анализ жасайтын боламыз. Міне, біріншісі карта осы, слайдта көрініп отыр. Екінші картамыз, міне, интроверт, иррационал, этик, сенсорик, 4 негіздің негізінде қандай адамбыз анықтайтын боламыз. Міне, экстраверт, рационал, этик, сенсорик. Бірі-біріне бұлар ұқсамайды. Алдымен біз жаңа айтылып өткен ақпараттарға сай өзімізді анықтап алып барып, осы картадан өздеріңе анализ жасайтын боласыңдар. Міне, өздеріңе скриндап алсаңдар да болады. Кезегімен өткізіп отырамын. Соңында төменге қарасаңдар, бұл типке жататын мамандықтар деп тұр. Осы мамандықтардың бірнешеуін таңдауға болады. Демек, бұл біздің психологиялық типімізге сай келетін мамандықтар болып саналады екен. Енді бұл өзімізді анықтаудың бір жолы. Келесі жолы қабілеттеріміз. Енді қабілеттерімізді анықтаудың тағы бір жолы, ол өзімізді 4 аймаққа бөліп жазу екен. Бірінші ашық аймақ. Ашық аймаққа не жазамыз? Бұл жерде өзіңнің талант қабілеттеріңді сен өзің білесің. Және өзгелер де біледі. Мысалы, қол өнермен, тоқымамен айналысасың делік, билей аласың, ел алдында ораторлық шеберлікпен сөйлесіп, концерт жүргіздің делік мысалға. Жақсы әзіл айта аласың, балалардың тілін таба аласың делік, спортпен айналысасың. Бұны сен де білесің, және өзгелер де біледі. Осындай қабілетімізді ашық аймаққа жазатын боламыз. Келесі аймақ бұл жартылай ашық аймақ деп аталады. Яғни беймәлім аймақ. Бұл жерде сен өз қабілеттеріңді білмейсің, бірақ басқалар білетін қабілеттер. Яғни оны адамдар сырт көзбен байқап жүретін адамдар. Саған айтуы мүмкін, немесе саған айтуы мүмкін, сен мән бермеуің мүмкін. Сырт көз сыншы дейді ғой, сол секілді. Сондықтан да бұл жерге не жазамыз? Өзінің таныстарыңнан, достарыңнан, немесе инстаграмдағы өзінің оқырмандарыңнан, бауырларыңнан сұрайсың. Менде қандай қабілет қасиеттерімді байқап жүрсің? Міне, сол қабілеттерді біз осы аймаққа жазатын боламыз. Үшінші аймақ бұл жасырын аймақ деп аталады, яғни жартылай жабық аймақ. Сен бұл жерде қабілеттеріңді өзің ғана білесің, басқа ешкім білмейді. Яғни ол істі жасай аласың, қабілетің бар, талантың бар, бірақ ұяласың, көпшілікке білдірмеген қабілеттерді жазамыз. Мәселен, өзің жаңағы жақсы өлең шығара алатын шығарсың, бірақ оны көпшілікке жария еткің келмейді, ұяласың деген секілді. Осындай қабілеттерімізді жазамыз. Ең соңғы аймаққа бұл өзің де басқалар да білмейтін қабілеттерімізді жазатын боламыз. Яғни ең жабық түбінде жатқан беймәлім қабілеттерімізді жазады екенбіз. Ол қалай анықталады? Яғни біз бұрын істеп көрмеген бір істі байқап көргенде ғана бұлар жарыққа шығатын қабілеттер екен. Яғни бұрын мүлде жасамаған бір істі жасап көреміз. Және сонда өзіңде бір қабілеттер пайда бола бастайды. Шын мәнінде бұл менің қолымнан келеді екен ғой деген секілді адамда сенімділік туа бастайды екен. Яғни мысалға қыздар қол өнермен айналысып көрсін. Мысалға тігінге менің екеуім жоқ деуі мүмкін, шын мәнінде ол бұрын айналысып көрмеген ғой.
соны жасап көргенде ғана пайда болатын қабілетті біз осы жабық аймаққа жазады екенбіз. Яғни бұл бір бриллиант сияқты, тек қашалғанда ғана жарқырап көрінеді екен бұл қабілеттеріміз. Міне, осылай өзімізге анализ жасаудың, бірнеше жолы берілді. Осы бойынша жасайтын боламыз. Сабақты барлығын көріп болғаннан кейін өздеріне арнайы чат ашылады, немесе тікелей эфир болады. Сол кезде міндетті түрде есеп тапсыратын боласыңдар. Кімде қандай мамандықтар шықты деген секілді. Психологиялық портретімізді анықтаудағы берілген техникалар осындай. Келесі біз нақты профориентациялық техникамен жұмыс жасайтын боламыз. Сол сабақта жүздескенше.